Hak Peygamber'in Hadişaға үйленуі. Хадиша өзінің саудасын жүргізетін Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ға кейде тамақ, кейде мал сойғанда арнайы сыбағасын жіберетін. Аңғайы келгенде үйіне шақыратын. Ол кезде Hazreti Пайғамбардың жас жігіт шағы болады. Көрген жанды бейжар қалдырмайтын сұңғақ бойлы, кең жауырынды жазық маңдайлы келбетті жан болатын. Денесі артық түктен ада, қарны тартыңқыда, шығыңқыда емес көкірек тұсымен бірдей болатын. Қармұрынның үстін ала орналасқан екі қасы қарлығаштың қанатын еске түсіретін. Жанары өткір, көздері мойылдай қара болатын. Дауысы майда қоңыр, үн қатқанда адамның тұла бойын шымырлатып, өзіне бауыра болатын әрі сөзі анық та қанық. Оның сөзіне зейін қойған адам қаласа аузынан шыққан әрбір дыбысты ажыратып алуына болатын. Шаш күтіміне айрықша мән беретін. Сақалы иман таразы, шашы да сақалы да көмірдей қара, сәл толқындалып тұратын. Шашы мен сақалына иіссу себу әдетке айналдырған болатын. Дос жарандарымен қатар нық түйістіріп отырғанда қасындағылардан еңселі көрінетін, алға сәл еңкейіп шапшаң тұратын. Бір құрбысы оның көркін толған айдай ажарлы деп суреттеген болады. Хадиша көптеген дерек көздері бойынша екі әлем сардарымен 40 жасында шаңырақ көтереді. Көргенде мәдениеттің отбасынан шыққан. Хадиша Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem жайлы құрбысы Нуфайсамен сырласып оған көңілі барын білдіреді. Нуфайса сен ол істі маған тапсыр деп өзінің мойнына алады. Нуфайса бір рет келгенде Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ға Hazreti Хадишаның ниеті мен ықыласын майдалап жеткізеді. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Хадишаның бір шаңырақ астында түтін түтетуі жайлы ұсынысын құбалатты. Нуфайса алып ұшып Hazreti Хадишадан сүйінші сұрайды. Хадиша Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ді үйіне шақырып алып өзінің көкірегіне түйіп, көңіліне тоқығанын былай жеткізеді. Немере ағамның жар дегенде жалғыза, сені бір жағы туысқаны ретінде және ешкімнің сойылын соқпайтын өр мінезің және адалдығың үшін, сондай-ақ әділ сөйлегенің үшін, айта берсе таусылмастай өзге де ізгі қасиеттерің үшін сені іштей өзімсініп жүретімін. Сенің пәк жан екеніңе көзім жетіп, өзіңе көңілім құлады. Hazreti Хадиша әзір Мұхаммедке алыс жамағайын болатын. Осынау игістің қалған бөлігі оңайға түсіп, оңтайлы шешілді. Хадишаның әкесі ертеректе қайтыс болғандықтан, салт бойынша әкесінің бауыры Әмір ибн Әсеттің алдында өтті. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem қалыңдығына мәһір ретінде 20 ұрғашы түйе атады. Той дастарханында 2 түйе сойылатын болды. Тойға шамамен 200 адамның қатысқандығын айтуға болады. Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи ve sellem үйленген күні әкесінің кезінен бері келе жатқан адал қызметшісі Бәрәкәні Умму Айманы азат етеді. Осылайша Hazreti Хадиша келін болып Әбу Талиптің босағасына аттады. Алайда олар бірнеше күннен кейін Хадишаның үйіне бөлек шығарды. Осы отбасы тарихта баламасы жоқ ең бақытты отбасының бірі болып қалды. Әлі күнге дейін ислам елдерінде шаңырақ көтерген отбасылар, я Алла, мына қадамына құт береке беріп, Адам мен Хауа ана, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem мен Хадиша, Әли мен Фатима арасындағы сүйіспеншілікті нәсіп ет деп тілектілейтін болды. Бұл отбасы милади 595 жылында, яғни хижраттан 28 пайғамбарлық міндетінің басталуынан 15 жыл бұрын құрылды.
Отбасының жемісі бала емес пе? Отбасында алғашқы 10 жыл ішінде 6 перзент дүниеге келді. Олардың алғашқысы мен соңғысы ұл, ал қалғандары қыз бала болды. Хадиша алғашқы ұлына аталарының есімдерінің бірі Абдул-Узза атын қойғысы келді. Алайда әз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұлын Қасым деп атауды үміт ететін. Бұл тарататын, бөліп беретін деген мағынаны беретін. Әсіресе садақа таратсын, игі істермен айналсын деген ниетпен қойылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өз кіндігінен тарамаған Хадишаның ұлы мен қызы Араб түбегіндегі ғұрып бойынша әкелерінің қамқорлығына өтеді. Қасым дүниеге келгеннен кейін әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Әбул Қасым деген атаққа ие болған болатын. Қасым емшектен енді шығарылғанда шетінеп кетеді. Екінші Зейнеп, қалғандары Ұрқия, Умму Күлсүм және Фатима деген есімдермен аталады. Абдулла деп аталатын соңғы перзентінде ғұмыры қысқа болды. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Хадишамен үйленгеннен кейін де саудасын жалғастырды. Өзі үшін де, жұбайы үшін де саудамен айналысты. Араб әдеті бойынша үйленген әйелдің мал-мүлкі өзінде қалатын. Хадиша бай әйел ғана емес, сонымен қатар жомарттығында да шек жоқ еді. Бірде келіні мен сүт ұлын көріп мауқын басқысы келген Халимаға бір қора түйе сыйлайды. Қара құрғақшылық жайлаған жылы тігерге тұяқ қалмай қырылғандықтан оған 40 қой мініске бір түйе сыйлаған еді. Қуаңшылық жылында Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сүйікті немере ағасы Әбу Талиптің жүгін жеңілдету үшін тұрмысы түзу тағы бір немере ағасы Аббасқа жолығады. Аббас 15 жастағы Жағфарды, ал Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам одан 10 жас кіші Әлиді өз қастарына алады. Осылайша Әли шетінеген баласының орнын басып, туыс інілерімен туған бауыры болып кетеді. Зәйттің азат етілуі. Араб түбегінде азат адамдардың белгілі бір себептермен, көбінесе қарақшылық жолмен құлдыққа түсіп, мүсәпір болып қалуы үйреншікті жағдай болатын. Көбінесе қарақшылардың шабуылына ұшырап өлімнен қалғандары құлдыққа сатылады. Зәйд те дәл осылай құлдықтың қамытын киген болатын. Ол нағашыларына барған тұста руаралы қақтығыстар өршіп тұрған болатын. Зәйд осының кесірінен әлдекімдердің қолына түсіп мүсәпір болып қалады. Кәлб руынан шыққан Зәйд ибн Хариса өзі секілді жас боз балалармен бірге құл базарына сатылуға шығарылады. Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әйелмен келісіп 15 жастағы, ал кейбір деректе 8 жастағы Зәйдті сатып алады. Зәйдтен ел аман, жұрт тынышта көз жасып алған ата-анасы күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалады. Ботасынан тірідей айырылған ана үйде отырып қасірет шексе, әкесіне де болса әздеп шығайын деп аулау-дарылап, ұлын іздеумен күн кешеді. Жалғызын жоқтап бармаған жері, баспаған тау қалмайды. Зәйд құл сатуды кәсіпке айналдырған саудагерлердің тұтқынына айналып, отбасына хабар беруге мүмкіндік таппаған болады. Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үйіне орналасқаннан кейін, біраз уақыттан кейін Қағбаға келген Кәлб руынан шыққан қажылардан Зәйд өзінің отбасына хат жолдайды. Ел жұртымнан шалғайда жүрсем де жағдайым жаман емес. Мен қазір қасиетті үйде, Алланың киелі еткен жердемін. Мен ойлап қайғырмаңыздар, мен әкетем деп те әуре болып басқа шаршамаңыздар. Себебі шүкір мен Құдайына қараған жақсы бір отбасында мұңсыз, қамсыз өмір сүріп жатырмын. Хабарды алысымен әкесі Хариса мен немере ағасы Қағб өздерімен бірге қомақты қаражат алып жолға шығады. Қайткен күнде де ұлдарын құлдықтан құтқаруды көздейді. Қанша сұраса да саудаласпай ұлдарын аман есен алып қайтуды ойлаған еді, алайда күтпеген жағдайға тап болады.
Әз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Зәйдті өз ұлынан артық көрмесе де, кем көрмейтінін, сондай-ақ Зәйдтің өзі осында қалам десе де, кетем десе де, өз еркі өзінде екенін айтып, ол үшін ешқандай ақы талап етпейтінін жеткізеді. Зәйд сонда ендігі жерде сізсіз қалай өмір сүре алатынымды елестете алмаймын. Сіз маған әкем мен шешемдей болып кеткен адамсыз, деп өз шешімін айтады. Одан Зәйд кісі есігінде жүріп біреуге кіріптар болуда, азат өмірге әкеңе, немереңе, ағаңа және отбасыңа айырбастап отырсың ба деп сұрағанда ол, мен қожайынымды барлық игіліктерге және баршаңызға айырбастамаймын деп жауап қатады. Зәйдтің сенімнен шыққаны үшін Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның көңілі босайды. Ол Зәйд және оның туыстары Қағбаға барғасын, Хижр деген жерде көпшілікке дауыстап тұрып өз шешімін айтады. Уа жарандар, куә болыңыздар, Зәйд менің ұлым болады. Мен оның, ол менің мұрагерім. Хариса мен Қағбтың ұнжырғалары түскенімен, ұлдарының жағдайының жаман болмайтын өздеріне медеу етіп, елдеріне қайтады. Бір жағынан келешекте өз еліне қарағанда, жат жерде жүріп табысқа кенелеме деген үмітпен өздерін жұбатады. Осыдан кейін арада айлар өрбіп, жылдар жылжып өткенде, немесе Мәдина кезеңінде осы әдетке тыйым салынғаны жөнінде аят түскенге дейін Зәйд пайғамбардың ұлы болып, пайғамбар алейхиссаламның ұлы болып қала берді.